Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар, бізде бүгін ерекше сабақ болайын деп тұр. Бұл ерекше сабақтың мақсаты да, міндеті де өздеріне түсінікті. Сондықтан да бүгінгі жалпы сабағымыз тақырыбы, яғни Ұлы Отан соғысы, Ұлы Отан соғысы жылдарында бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін ұраны қалай жүзеге асты. Ұлы Отан соғысы кезінде бүкіл Қазақстан Ұлы Отан соғысының жеңіс, фашизмді жеңуге экономика тұрғыдан үлкен еңбек сіңірді. Сондықтан біз бүгінгі сабақтың мақсатын түсіну үшін суреттерге назар аударайық. Сонда біздің бүгінгі мақсатымыз не? Сабақтың мақсаты. Суретке қарайтын болсақ. Ұлы Отан соғысында болып жатқан қазақтардың көмек қасіреті. Ұлы Отан соғысындағы жалпы қиындықтар қазақ халқына деген, қазақ халқының соғысы болмаса да қазақ халқына деген қиындықтардың түсуі, қазақ халқының майдан үшін қосқан үлесі, үлкен үлесі. Және суретке қараңдаршы, сурет бойынша. Жасына, денсаулығына қарамастан жұмыс жасаған кішкентай балалар, үлкен жасына қарамастан майдан үшін қаншама қан мен тер төккен үлкен кісілердің еңбектері, күндіз түні жұмыс жасаған. Не шығару? Суретке қараңдаршы. Жаппай қару-жарақ. Әскерлерге арналған азық-түлік, киім-кешек, соғысқа қажетті не шығару? Заттар шығару. Сонда сабақтың бүгінгі біз мақсатын алып отырып, Қазақстан экономикасын соғыс жағдайына қарай бейімделген дәлелдеу. Қалай бейімделді соғыс жағдайына қарай біздің халықтың экономикасы. Енді келесі, мына жерде мен мынандай тапсырма беремін. Қараңдаршы. Кім орындай алады? Кімді шығарамыз? Кім шығады? Әріптестер, адасқан әріптер орынға келді. Дұрыс. Қандай сөз шықты? Мобилизация дегеніміз? Жоқ. Мобилизация дегеніміз не? Соғысқа адамдар жинау. Адамдар жинау, әскери көмек, сосын не істеу? Соғыс экономиканы дайындау, мобилизациялау. Бұрын тұрмыстық заттар шығатын орнына әскери қару-жарақтар шығатын. Келесі. Бұның қандай сөз? Эвакуация. Ол не эвакуация дегеніміз? Бір жерден басқа жерге шығу, көшіру, яғни бір жерде соғыс жасалса тағы да басқа адам өміріне төтенше жағдайлардан шақыруға алып кету. Көшіру, келесі. Қандай сөз айтты? Майдан дегеніміз не? Соғыстың синонимі. Қандай елдерде соғыс болады? Біздің елімізде болды ма соғыс? Жоқ, бұл Ресейде, Ресейдің фашист Германияға қарсы соғысы. Сол жерде болған соғыс. Келесі мынау сөз? Тыл. Кеш депастистіз. Тыл дегеніміз не? Укрытие сияқты. Біздің жеріміз, Қазақстанның жері тыл болды. Арғарай, мынау қандай сөз? Индустрияны өткіздіру. Индустрия дегеніміз не? Не? Бір мемлекетті масалаларға не істеу? Нені дайындау? Әскермен соғысқа дайындау деген секілді басынан кәсіпорындар, завод, фабрикалар, жақсы. Келесі. Мына жерде тоже сәйкестендіреміз. Мынаны алып келу жасаңдар. Қанша мекеме салынды? Кім көшіп келді? Қанша адам көшіп келді? Қазақстанға соғысшылар Ал шығар. Қанша адам көшіп келді Қазақстанға? 50 мың. Соғысшылар 460 өнеркәсіп мекемелер көшірілді. 50 мың жұмысшы, инженер, 50 мыңда келді. 50 мың техниктар келді. Сосын
Жоқ, шатылысып бітті, қателесті ғой. 461-ші. 461-ші, иә. Дұрыс. 50 мың. Екінші сосын. Қанша завод салынды? 300. Салынды. 4-шіге апарасыз. Жоқ. Осы көшіп келді. Қанша? 200. Қазақстанда. Дұрыс. Ары қарай. Келесі. Енді мынаны сәйкестендіреміз, завод пен фабрикалар. Луганск ауырмашина заводы қай қалаға көшірілді? Қай қалаға көшірілді? Луганскі? Алматы автожөндеу заводы. Так, Луганскі, дұрыс. Айта бер. Украина 14 қант заводы қай қалаға көшірілді? Тамақ өнеркәсібі дұрыс. Запорожье заводы. Бітірістірші, қайсы? Қарағанды шахта заводы. Запорожье заводы қайда көшірілді? Балқашқа ма, жоқ Ақтөбеге ме, Қарағандыға ма? Парфоменко заводы. Запорожье, Ақтөбеде. Запорожье, Ақтөбеде. Сосын Парфоменко шахтасы ше. Қарағанды шахта заводы. Қарағанды аяқтапса Балқаш. Спорттық заводы. Е? Дұрыс қой, е? Енді келесі. Қазақстан ірі завод фабрикалардың көшірілген тұстар, балалар әртүрлі түспен берілгені, мына ақ түспен берілгені Қазақстанға көшірілген заводтар. Мына қызыл түспен берілгені Ұлы Отан соғысы кезінде салынған заводтар мен фабрикалар. Ал мынау үзік-үзік берілгені Ұлы Отан соғысы кезінде салынған темір жолдар. Енді сендерге мынандай тапсырма тұр алдарында, қараңдаршы. Яғни сендер екі тапсырма орындайсыңдар. Әуелі жаңағы кескін картаға ауыр өнеркәсіп шоғырланған аймақтарды саласыңдар. Екінші кескін картаға жаңағы марганец, мыс шығатын көмір, Ұлы Отан соғысында шыққан рудаларды саласыңдар. Сосын қасына әрқайсысына қызыл ручкамен ба процент көрсетіп қойсыңдар, пайызын. Ал түсінікті кірсейді. Ана үлкен картаға сала беріңдер картаға. Жезқазған жаз. Қара. Қара. Жақсы, бірінші топ дайын болсаңдар келіңдер. Ұлы Отан соғысы кезінде Қарағанды қаласында тас көмір 80%-ға өндірілген болатын. Және де Ұлы Отан соғысы кезінде Қазақстанға 300 мыңнан астам жаңағы завод фабрикалар көшіріп алып келінген болатын. Себебі ол жылдары жаңағы Ресейде соғыс болған болатын. 1940-45 жылы Шымкентте қорғасын 85%-ға өсті. Және де барлық дүниежүзі бойынша бірінші орынға Кеңес одағы бойынша бірінші орынға ие болды. Марганец, молиб... Жезқазған бойынша, мына мыс бойынша Жезқазғанда 35%-ке ие болды. Сосын одан мыс Семейде болды. Ода Семей тоже мыс 35. Балқашты.
Семейде полиметалл, полиметалл. Полиметалл қазір 80%-ға ие болып отыр. Енді мұнай ше? Мұнай қазіргі Қай жерде өндіреді Қазақстанда? Ақтөбе мен Атырауда өндіріледі. Қанша пайыз? Мұнай ол 35%. 40%-ға. 40%-ға өндірген. Жақсы отырыңдар. Сендер дайынсыңдар ма? Мыс ол Қоңырат деген жерде өндіріледі және Жезқазған қаласында өндіріледі. Мыстың өндіру пайызы 35% болып келеді. 35% болған, е? 35% болған 1941-1945 жылы аралығында. Көмір мен мұнай. Көмір Қарағанды қаласы, қазіргі Қарағанды қаласында өндірілген. Мұнай қазіргі Қарағанды қаласында өндірілген және 1941-1945 жылдары көмір өндірудің пайызы 65% болған. Мұнайға келетін болсақ, мұнай Орал, Атырау, Ақтау және де қазіргі Жетібай өңірінде өндірілген. Маңғыстауда. Неше пайыз? Мұнайдың пайызы 40% болады. 41-45 жылдары 40%-ға жеткен болады. Осы қазіргі таңдағы Қазақстанның осы 3 қаласында өндіріледі. Және де қазіргі Қарағанды қаласында көмір өндіріледі. Кеңес одағы кезінде қорғасын көп өндірілген, ол Шымкент, Талдықорған, Риддер аймақтарында өндірілген. Және де қорғасын өндірілгенде ол 85% құрайды. Кеңес одағы бойынша бірінші орында болған. Маңғыз жерді Ақтөбе, Орал және Жетібай жақтары өндірілген. Кеңес одағы бойынша 60% болады. Маңғыз оқытау үшін және танктың көшінісі үшін жасалынған. Қорғасын не үшін өндірген? Жасау үшін? Оқ жасау үшін, әр оқтың нешеуі Қазақстанда жасалынған? 10 оқтың 9-ы Қазақстанда жасалған, тек біреу ғана Ресейде өндірілген. Біздің әр 9-ы жоқ, фашистке атылған, бізден жасалынған, өндірілген. Жақсы, рахмет. Ал енді сендерге сабақтың қорытындысы ретінде мынандай алты қалпақ берген бар ма сендерге? Алты қалпақтың алты түсін таңдаймыз. Сосын сабақтың жаңағы алдымызға қойылған мақсаты бар ғой, яғни соғысқа бейімделу. Қазақстанның соғыс жылдарында, Қазақстанның экономикасы соғыс жылдарында бейімделді ме? Міне осы сабақ мақсатты айту үшін алты қалпақ бойынша сабақтың рефлексиясы ретінде бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбына, біздің таңдаған мақсатқа, алты қалпақ бойынша бір түс таңдайық, сосын алты қалпақ бойынша сабақтың мақсатына кері байланыс берейік. Жақсы, айта аламын. Бүгінгі өткен сабақ тақырыбынан қандай қорытындыға келдік? Бүгінгі өткен сабақ тақырыбында Ұлы Отан соғысы кезінде Ресей соғысқан кезде жаңа Қазақстанға 300 мыңнан астам завод фабрикалар аударылған болатын. Және де оларға тоқталатын болса, оларға мұнай және де табиғи газ секілді мыс, марганец, полиметалл секілді көптеген завод фабрикадағы жаңағы пайдалы қазбаларды жаңағы әскерлерге көмектесуге, автомат қару-жарақ секілді көптеген нәрселер шығаруға қолданған болатын. Және де олардың барлығын қазақ елінде, жаңағы қазақ халқы 10 мыңнан астам көптеген жаңағы жылқы жан-жануарларын, балаларын берген болатын. Азық ретінде және де күріш секілді көптеген азық-түліктер, киімдер және де осы қару-жарақ жағынан өте жақсы көмектескен болатын. Және де өте жұмыстың ауыр түрлерімен қолданған болатын. Толық бейімделді ме? Қазақстанның экономикасы соғыс кезінде? Толық бейімделді. Және де басқа мемлекеттерге, отарланған басқа мемлекеттерге қарағанда өте жақсы көмектесті. Жақсы, барлық жағынан жақсы көмектесті. Жақсы, тағы да кім?
Мадина? Мен таңдаған қалпағым көк. Сонымен бірінші сұрақ, бүгінгі өткен сабақ тақырыбынан қандай қорытындыға келдім? Қазақ халқы, яғни қазақ мемлекеті Ресейге фашист Германияға қарсы соғыста шикізат берген болады. Оның ішінде марганец, мыс, полиметалл, көмір, молибден, қорғасын, мұнай бар. Осының барлығы Қазақстанда өндірілген, және де Қазақстан Ресейге шикізат ретінде берген. Және де әрбір фашист Германияның солдаттарына атылған 10 оқтың 9 оқының барлығы Қазақстанда жасалған болатын. Қазақстан отан соғысына Ресейге көмектесу үшін үлкен үлесін қосқан болатын. Басқа Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан сияқты мемлекеттерге қарағанда Қазақстанның үлесі көбірек болған. Себебі Қазақстанға 200-300 шақты Украина зауыттары көшірілген болатын. Және де Қазақстанның өзінде жаңадан зауыттар ашылып, экономика дамия бастады. Сонымен қатар Қазақстан 50 мың адам жұмысшы жіберген болатын. Және де тағы да басқа Қазақстаннан көптеген солдаттар барған болатын. Оның ішінде аса қатты танылғандар ол 15 жасар Мәншүк Мәметова және де Әлия Молдағұлова, Шығыстың қос жұлдыздары. Екеуі де жастарына қарамастан өз отандарын қорғауға үлес қосқан. Сабақтың тақырыбы бойынша қандай ұсыныстар айтар едім? Жалпы ұсыншы барлығы солай. Не болмасын әйтеуір ең бастысы? Ең бастысы бұндай соғыс қайталанбасын. Бұндай соғыс, бұндай бейімделу, бұндай қажырлас қайталанбасын. Жақсы, тағы да кім? Тағы да қандай тұс таңдадық? Көк темасы, қандай тұс таңдадық көк? Мен қандай тұс таңдадым? қызыл қалпақты таңдаймын. Сезім, е? Бүгінгі өткен сабақ тақырыбында қандай сезімді басыңыздан кешірдің, ішкі жан дүниеде не айтады осы сабақ тақырыбы туралы? Енді мына сабақта біз Қазақстан егемендік алмай жатып баяғы заманда Ресей бізді отарлап, бүкіл ауыр дегенде жұмыстан осы қазақ жігіттеріне салып, шашалап, неше түрлі жаңа ауыр нәрсе қасіреттер болды. Өкінішті болып отыр мен сезімім. Дұрыс, өкініш сезімді дұрыс. Таңғалу бар ма? Тек қана өкініш сезімі. Жақсы, тағы да кім? Алайша. Қара? Жақсы. Жағымсыз қандай проблемалар болды? Жағымсыз ерлер соғысқа кеткеннен кейін халықтар арасында балалар мен әйелдер қалды. Олар жатпай жұмыс жасады, біреуі де жұмыссыз қалмады. Себебі оларды сотқа немесе басқа бір нәрсеге беріп қою мүмкін. Ол кезде Сталин мықты болғандықтан оның өзін ограничение шектеулері болды. Және де кемшіліктері, олар өздерінен де жұмыс жасаған жерлерінен де тамақ өнімдер берді. Және де басқа елдерден адамдар әкеліп, барлығы шатасып, сөйтіп халықтың әлеуметтік жағдайына әсер етті. Экономика дамыды, бірақ бұның бәрі неге әсер етті? Халықтың сана сезіміне, тұрмыс салтына, мәдениетіне, тіліне, көптеген нәрсесіне әсер етті. Экономика қанша дамығанмен, пайызға өскенмен, халықтың біздің халық көп қасірет шекті. Жақсы, тағдыр. Мен ақ қалпақ таңдадым. Бүгінгі өткен сабақта тақырыбында қандай таңдар, ақпараттар, жолдар, зерттеулер, мәліметтер білдім. Бүгінгі өткен сабақта Шымкент қаласында қорғасынның 85%-ға өсіп, және де сонымен қатар соғысқа ауыр жүретін танкілер жасап, және де солай қорғасынмен оқтар жасап, солай өте үлкен үлес көрсеткенін білдім. Және де Қазақстанда 4 жаңа мұнай кәсіпорындар салынды. Және де 34 миллион тонна көмір қажылып алынды. Және де қандай зерттеулер білдің дегенде Шығанақ Берсенов күріш
иә атақты күріш өндіріп рекорд жасады. Және де Жезқазған қаласы туралы не білдің? Жезқазған қаласында біздің қаламыздың қандай үлесі бар? Осы Жезді қаласында Қаныш Сәтбаев зерттеп 34 күн ішінде 38 күн ішінде марганецті зерттеп рекорд жаңартып шығарған. Соған марганецпен оқтар әртүрлі заттар жасап соғысқа үлкен үлес қосқан. Біздің қаламызда, Жезқазған қаласы да Ұлы Отан соғысына комбинат салынып, істеді өзінің үлесін қосты. Біздің қаламызда балалар, біздің қаламыз енді өнеркәсіптің өндірісті қала ғой, өзінің үлесін қосты. Өте жақсы. Тағы да Рысқұл, Мұса. Мен қалқапы қалдым. Бүгінгі өткен сабақтың тақырыбын сын қатер қандай неге жасауға болмайды, неге қауіпті. Ұлы Отан соғысы уақытында нацистік Германия Украина мен Беларусь жерге кірді, сол халықтарды қылды, завод фабриканы басып алды. Сол завод фабрика көбісін Қазақстанға жіберді, сол завод фабрикада балалар жұмыс істеді, әкесі мен ағалары соғысына кетті. Қалайсың? Сол көп халықта өз зейінен айырылды. Дұрыс. Соғыс үшін көп не әкелді бізге? Қара пікір не әкелді? Көп өлім әкелді. Дұрыс айтасың, өлім әкелді, сосын көп қасірет әкелді, көп қажырлы еңбек. Кімдердің еңбегі? Ең бастысы бейбіт өмірде сен балалар, әйелдер ондай ауыр жұмыс істемейді ғой. Бейбіт өмірде. Соғыс кезінде олар не істеді? Бәріне көп еңбек қосып, сол жағдайға қарай бейімделіп, көп жұмыс істеді. Жынысына, жасына қарамай, жаңа халықтың бәрі мемлекетке деген көмегін көрсету үшін көп еңбек салды, көп уақыт кетті оған. Жеңісті жақындату үшін, жақсы, рахмет. Ал құрметті балалар, осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі егер сабақты мұқият сабақты қарайтын болсақ, біздің бүгінгі сабағымыз қазіргі таңда өзекті тақырыпқа айналып отыр. Өйткені білесіңдер, шамалы күннен кейін 9 мамыр келеді, яғни Ұлы Отан соғысының фашистік Германия жеңген күн. Соның ішінде Қазақстанның сендер тек қана батырлар емес, экономикалық жағынан осы күнді жеңіс күнін жақындатқанын, жеңіс күнін ауыр еңбекпен жақындатқан. Соның ішінде Қазақстанның бағасы ерекше екенін, өте бірінші орында алатын, мықты экономикалық жағынан көп үлес қосып, осы біздің жеңісті жақындатқанын білдіңіздер. Сендерді сабаққа қатысып, атсалысқаныңыздарыңа рахмет. Енді біздің сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет.